Армысыздар, ардақты алты алаштың баласы жиналса, төрден орын алатын ұлағатты ұстаздар, қадірлі де сүйікті біздің жас шәкірттер. Каналымыздың, парақшамыздың жазылушылары мен оқырмандары. Хас сұлудың көз жасындай мөлдір өнер театр деген екен. Қазақтың қабырғалы қаламгері, сөз зергері Ғабит Мүсірепов. Негізі біз театрда ойнамаймыз, өмірде ойнаймыз. Өмірде ойнағанымызды шынайы түрде театр сахнасында бейнелейміз депті қазақтың хандарын сомдаған ұстазымыз Тұңғышбай Қадырұлы Жаманқұлов. Күлейік, жарқын өмір сүрейік депті дана халқымыз. Ардақты ағайын, олай болса, бүгін сіз бен біз болып, 27 наурыз халықаралық театр күні және 1 сәуір күлкі күніне байланысты ауданымыздың өнері мен мәдениетіне елеулі үлес қосып жүрген қайраткер тұлға, Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы, қазақ өнерінің ақ ордасы, қасиетті қара шаңырағының музыкалық театр және кино артисті, режиссері мамандығы бойынша Есмұхан Несіпбайұлы Обаев шеберханасының түлегі, аудандық мәдениет үйінің директоры, Ақши халық театрының артисті, театр және кино актрисасы Қарлығаш Ұланқызы Ахметбаева ханыммен сыр сұхбат құрып дидарласатын боламыз. Ендеше назарларыңыз экранда болсын, ағайын. Армысыздар, құрметті Инста, Фейсбук достар, өнер сүйер қауым. Дәл осы сәтті пайдаланып, мен халықаралық театр күнімен барша әріптестерімді шын жүректен құттықтағым келіп отыр. Және де осы мереке қарсаңында арнайы онлайн сұхбат ұйымдастырып жатқан Ләззат Жақыпқызы бастаған ауданымыздың білім бөліміне, соның ішінде жан-жақты өнердің қырын қамтып, мектеп қабырғасындағы оқушылардың дарынын, талантын жетілдіріп, осындай игі істерге ұйытқы болып жүрген Ақмарал Құрманжанқызына, сонымен қатар жаста болса білікті ұстаз, талабы биік Нұрбек Серікбайұлы сынды ұстаздарға үлкен алғысымды білдіргім келеді. Қарлығаш ханым, біздің парақшамызға дейміз бе, енді қош келдіңіз. Енді сізді біздің ауданымыз бәрі жақсы біледі, творчествоңыз туралы, жасап жатқан, атқарып жатқан жұмыстарыңыз туралы. Енді сізді бір театр және кино өнерінің талай жылғы тәжірибесі бар маман ретінде бірінші қоятын сұрағым. Сіз музыкалық театр артисті және режиссерсіз. Артист сөзіне жалпы енді көп адам түсінбей жатады. Артист сөзі не мағына береді? Артист деген кім? Ол киноға түсетін тұлға ма, немесе ол театрда ғана ойнайтын кісі ма? Және актер деген кім? Актер мен артистің айырмашылығы неде? Осы туралы айтып кетсеңіз. Актер және артист бұл екі ұғымның арасында үлкен бір айырмашылық жатыр деп айта алмаймын. Алайда актер дегеніміз кино және театр саласындағы маман, яғни белгілі бір қойылымда рөлді, образды ойнайтын, сахналайтын адам, өнер иесі актер деп аталады. Ал артист дегеніміз сахна өнері өзі бірнеше жанрға бөлінеді ғой. Ол жерде би бар, ән бар, бидің өзі бірнеше стильге бөлінеді. Заманауи, классикалық, әннің өзі мысалы дәстүрлі ән, эстрадалық ән деп, жалпы сахнада өнер көрсетуші жандардың барлығын артист дейміз. Мысалы, артист театра деп жатады, артист шоу-балета, артист ансамбля, артист вокальной группы деп жатамыз. Сондықтан егер актерді біз артист деп жатсақ, ол қателікке жатпайды. Қарлығаш Ұлановна, сізге қоятын сауалым,
Өнер жолына қалай келдіңіз? Менің бойымдағы өнер әкешімнің қаны мен анашымның ақ сүтімен дарыған. Әкешім марқұм, жаны жәннатта болғай. Кәсіби білімі болмаса да өте өнерлі жан болған екен. Аспаптарда орындайды, ән шырқайды, отырған жерінің ажарын келтіріп, көпшіл өте, ұйымдастырушы, сөзге шешен, сондай шығармашылыққа жақын адам болған екен. Ал анашым, өздеріңіз білесіздер, танисыздар, ауданымызда ғана емес, облыста үлкен құрметке ие, еңбегі бағаланып, Іле ауданының құрметті азаматы қазіргі уақытта. Биылғы жылы ол кісінің шығармашылығына 47 жыл болады екен, Гүлнара Ахметбаева. Әкешім мен анашымның негізі махаббаттары сондай үлкен, керемет болған дейді. Сондай өнерлі жандардың махаббатынан мен туындап отырмын ғой енді. Қарлығаш Ұлановна, еңбек жолыңызды қалай бастадыңыз? Бала кезімнен анашымның жанында бірге жүрдім. Жұмысында, сахна сыртындағы, шымылдығы артындағы өмірдің барлығын көріп, танып, біліп, бойыма сіңіріп, ұғып өстім. Дайындық жұмыстарының қалай өтетіндігі, жалпы өнердің қыр-сырын барлығын біліп өстім. Қайнаған өнердің ортасында жүрдім. Гастрольдер болсын, байқаулар болсын, мейлі ол телеарнаға арнайы түсірілімдер болсын, соның барлығында мен жай жүрген жоқпын. 4 жасымнан сахнаға шыққам, 7 жасымнан қолыма домбыра ұстағам. 7 жасымнан Дом пионеров деген болатын. Би өнеріне де қатыстым. Музыкалық мектепте жүріп, домбыра класын аяқтадым. Сурет өнерімен айналыстым. Жалпы шығармашылықтың барлық түрін сүйіп өстім. Алайда сол өнердің ортасында жүріп, мен әртіс болуды армандамаған екем. Бір қызығы. Мен мектепте өте жақсы оқыдым, Қызылға бітірдім. Әдебиет сабақтарынан өте жақсы болдым, және математика, алгебра, физика деген сабақтарды өте жақсы көрдім. Мен сол саланы қуам деп ойлайтынмын. Алайда анашымның тілегі сол болды, арманы сол болды. Қызым менің өнерімді ары қарай жалғастырса екен, менің жолымды қуса екен деген. Өмірдегі менің барымда, Алладан кейінгі қолдаушымда, қорғаушымда, сүйенішімде анашым ғой. Сондықтан бұл сала маған жат емес. Сондықтан неге мен анашымның тілегін орындамасқа? Сол себеппен осы шығармашылық өнер ортасында жүрмін. Анашым бар өмірін өнерге арнады. Ал мен өнерімді сол анашымның тілегін орындап, анашыма арнайын деп шештім. Және еш өкінбеймін де. Бүгінгі күні жеткен әрбір жетістігім, әрбір белестерім, асуларым болса, соның барлығы өнердегі де өмірдегі менің ұстазым, анашымның бойыма сіңірген еңбегі, тәрбиесінің арқасында деп санаймын. Аллаға шүкір. Ауданымыздағы халық театры және драма ұжымдар туралы айтсаңыз. Ауданымызда 4 мәдениет үйі жұмыс істейді. Аудандық мәдениет үйі Чапаев ауылында орналасқан, Ақши ауылдық, Қарой және Междуреченск ауылдық мәдениет үйлері, бұлар біздің аудандық мәдениет үйіне қарасты филиалдар болып есептелінеді. Аудандық мәдениет үйі жанында драма үйірмесі әлі де індетке қарамастан қатаң режимдерді сақтау арқылы офлайнда және онлайнда өткізіледі. Оған жетекшілік жасап жүрген біздің мәдениет үйінің режиссері, көпшілікке танымал актер,
мәдениет қайраткері Қайрат Жолдыбайұлы. Ақши ауылдық мәдениет үйі жанындағы драма үйірмесіне жетекшілік жасайтын Ақши халық театрының ардагері Анипула Есенбеков ағамыз. Ал Междуреченск ауылдық мәдениет үйіндегі драма үйірмесіне жетекшілік жасайтын бүгінгі күні ол кісі зейнеткерлік жаста, алайда біз ол кісіні босатпадық, өйткені әлі де бергеннен берері көп, үйретері көп ол кісінің. Ол кісінің де өнердегі еңбек жолы осы театр саласынан басталған, рөлдерді керемет сомдайтын, өнердегі анамыздай сыйлайтын Зәуре Жарылқасенова апайымыз жүргізеді. Бұл ұжымдардың барлығының жұмыс жүйесі, жұмыс барысы, барлығы біздің әр мәдениет үйінің жеке Instagram, Facebook және ВК желілері бойынша парақшалары бар. Сол жерден көріп, тамашалап, сұрақтарыңыз болса, жауаптарыңызды сол желі арқылы алып отырсаңыздар болады. Ал енді театр бойынша айтатын болсақ, Ақши халық театры біздің ең бір мақтан тұтатын ұжымымыздың бірі. Бұл театрдың тамыры тереңге жайылған, тарихы 40 жылдан астам уақытты қамтитын үлкен ардагер театр бұл. Және осы театрдың тікелей сонау тоқырау заманда да құлдырамай, құрамын жоғалтпай, халықтық атағын жоймай, бүгінгі күнге дейін сақталуына еңбек еткен бірден бір азаматша, ол жаңа өздеріңізге айтып кеткен Гүлнар Ахметбаева, менің анашым. Болашаққа сеніп, осы өнердің өлмейтініне сеніп, штат бірлігінің жоқтығына қарамастан, материалдық техникалық базасының жоқтығына қарамастан, ауылдың қарапайым өнерге бейім жандарынан құрап, қойылымдарын тоқтатпай сахналап, әрбір халықтық атағын қорғау бойынша өтетін шақыртуларға барып, өз деңгейін дәлелдеп, бүгінгі күнге дейін аманат қып жеткізді. Сол уақытта анашыма қолдау көрсетіп, қасынан табылып, бірге қиындығын да, қуанышын да көрген осы театрдың қос қанаты деп санаймыз ол кісілерді. Жаңағы Ақши халық театрында актерлік өнермен де еңбек сіңірген біздің Анипула Есенбеков ағамыз. 2019 жылы бұл театрдың біз 40 жылдығын өткізгенбіз. Сұлтанәлі Балғабаевтың қазіргі заманға сай әлеуметтік тақырыптардың бірі енелер мен келіндер деген комедиясын қойдық. Сондай бір тәрбиелік мәні зор қойылым. Өте жақсы деңгейде өтті. Бұл жайында Жетісу телеарнасынан көрсетіп, тіпті Алматы облысынан, мәдениет басқармаларынан арнайы делегаттар келіп, залымыз аншлаг, толы көрермен, сол 40 жыл бойы осы халық театрына еңбек еткен, үлесін қосқан жандардың барлығы арнайы қонақ ретінде шақырылып, биік бір дәрежеде өткізілген болатын. Ал 2020 жылы ұлы ойшыл Хакім Абайдың 175 жылдығына арнайы Абай премьерасын қойдық. Бұл да тікелей эфирде Instagram, Facebook парақшасы арқылы көрсетілді және қатаң тұрғыдан жаңағы карантиндік режимдерді сақтай отырып 50% көрермендерді қамтыдық. Көрермендердің жалпы лебізі, ыстық ықыласы арқылы біз бұл қойылымда жоғары деңгейде өткендігіне куә болдық. Рахмет үлкен. Енді әрбір өнер адамының, оның ішінде театр және кино артистінің, режиссерінің бір көкейінде жүрген арман мұраты болады ғой. Осы
спектакльді, осы пьесаны қойсам, осындай образдар шығарсам, осындай артистермен жұмыс жасасам деген, немесе осы бір керемет жақсы рөлді мен ойнадым, енді мынандай бір рөлді ойнап көрсем деген әр адамның, өнер адамның мұраты болады деп ойлаймын. Сіздің Ақши халық театрында қойғыңыз келетін қандай пьесаларыңыз бар? Немесе Ақши халық театрында сомдағыңыз келетін бір қандай образдарыңыз бар, қандай рөлдеріңіз бар? Сол туралы айтып кетсеңіз. Өте жақсы сұрақ. Енді белгілі бір дәл осы спектакльді қойсақ деп бір шығарманы армандаған емеспін. Бірақ менің мамандығым музыкалық театр актері, музыкалық театр режиссері болғандықтан, сол бағытта бір шығарма туынды шығарсақ екен деген арман болған. Және ол арманым орындалды. Өйткені жаңа айтып кеттім ғой, 2020 жылы Абай тақырыбында 175 жылдығына орай спектакль қойдық деп. Осы спектакльді біз музыкалық театр бағытында қойдық. Өйткені бізді жаңағы спектакльді актерлардың қойылымын тірідей халықтық сартоқым ән-би ансамблі сүйемелдеді. Және бұл көрермендерге де өте бір керемет әсерін берді. Арманым осы болатын. Ендігі кезекте бір заманауи, қазіргі 21 ғасырдың бір тақырыбын қамтитын шығарманы мюзикл қылып қойсақ деген арман бар, жоспар бар. Ал рөлдер бойынша мен енді бала кезімнен бұл театрда әртүрлі рөлдерді сомдадым. Ана да болдым, жаңағы ғашықта, қызда, балада, ертегі кейіпкеріндегі әртүрлі жануарларда, қаңбақшалды да сомдап кеткен кездеріміз болды. Бір оның барлығы жағымды кейіпкерлер ғой. Енді бір сондай сұм, сұрқия кейіпкердегі бір жағымсыз рөлді сомдап көргім келеді. Өзімді сондай образда байқап көргім келеді. Сол. Болашақ актерлер мен дикторларға, жалпы өнер иелеріне берер кеңесіңіз? Енді кеңес айту дегеніміз бір ақыл айтумен тең нәрсе ғой өзі. Қазіргі уақытта ақыл айтқанды ешкім жақтырмайды. Бәріміз ақылдымыз. Дегенмен өз тарапымнан айтатын болсам, өнер жолын таңдаған адамның өмірі қашанда сахнамен және халықпен тығыз байланысты. Себебі сахна сенің өнер көрсететін орның, ол өте киелі. Ал халық сенің сол өнеріңе баға беруші, сенің маңдайыңның жұлдызын жағатын да, мерейіңді асыратын да, былай айтқанда бағыңды шешуші ғой. Өйткені халық деген Алланың екінші аты дейді. Осы екеуінің алдында таза болуымыз керек. Ал тазалықтың ішіне бәрі кіреді, түсіне білген адамға. Екінші қағидам, енді өнер адамы болғаннан кейін, көпшіліктің алдында жүргеннен кейін, саған мақтау да айтылады, сын да айтылады, мін де айтылады. Сондай сәтте мақтау сөзге керең бол. Ал сын мен мінге терең бол дер едім. Осы. Қадірлі Қарлығаш ханым, біздің сұхбатымызға келісіп, өзіңіздің ойыңызбен бөліскеніңіз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта сізге тек шығармашылық табыстар тілейміз. Келесі кездескенше қош сау болыңыз.